Мен сетевой бизнесте 16 жыл жүріп, осы 3 қателікті жиі қайталаппын. Егер де сен бұл қателіктерді қайталамасаң, көп уақытыңды үнемдейсің және үлкен табысқа жетесің. Менің бірінші қателігім. Жаңа компанияға бірінші болып кіру деген қателігім. Яғни, сен жаңа компанияның толыққанды ертең жүріп кететін, адамдарға айтқан уәдесін орындайтын, ол жердегі өнімнің 100% дұрыс жұмыс жасай алатынын сен алдын ала біліп болжай алмайсың. Жаңаның алдында жүрем деген бір ғана ұранмен ұрандата беруге болмайды екен. Бұл менің үлкен бірінші қателігім. Мен қазіргі таңда сол қателіктің жаңағы сабағын алғаннан кейін ойлаймын, одан да тұрақты, жаңағы пункттердің барлығына положительно жауап бере алатын компанияда жұмыс жасаған тиімді. Менің екінші қателігім ол компанияның жасайтын шаруаларын мойныма асып алғанмын. Яғни, мен өзім 16 жылдық сетевой тәжірибемде регион ашушымын. Яғни, мен Жезқазған қаласында тұрғанда өзім айналысқан сетевой компанияларды сол жақта енді регионды ұстап тұратынмын. Дәл солай Қарағанды қаласында тұрғанымда да мен тура сол компанияларды осы Қарағандыда ашылуына себепкер болған адаммын. Сондықтан да мен компанияның абыройын ойлап, ол үшін офис ашып, ол үшін логистиканы реттеп, ол үшін жаңағы команданы келген кезде сол компанияның идеясын, идеологиясын дәріптеп солай жүріп алдым. Ал оған негізі шындағанда компания өзі көңіл бөлу керек. Ал біз, әріптестер, дайын тұрған инструментпен жұмыс жасап, табыс табуды ойлауымыз керек. Бұл менің екінші қателігім. Үшінші қателігім делегирование жасамау. Яғни, өзім бірінші күннен бастап қандай кішкентай сатыда жүрмін, қандай кішкентай статуста жүрмін, содан өсемін ғой. Бірақ сол мына бірінші статуста жүріп, мен бриллианттың шаруасын істеп жүрем, яғни келген адаммен дұрыс сөйлесу, маркетинг планды түсіндіріп жеткізу, жаңа логистика, ол кезде логистика жоқ қой енді басталған бизнесті, соның бәрін ұйымдастыру, партнерді жаңағы оқыту, тәрбиелеу, оның жаңағы командасын құрып беру, сондай шаруаларға көп көңіл бөлемін де өзім. Енді күн өткен сайын менің жасаған шаруамның нәтижесі болады да, жаңағы менің партнерім, менің статусымен бірдей болып жүреді, бірақ жаңағы жауапкершілікті қолға алмайды. Яғни сен партнер үшін бәрін істей беретін болсаң, әрине ол партнерға ыңғайлы, ол ешқандай жауапкершілік алмайды, бірақ жақсы чегін алып жүре береді. Түбінде сен өзің өкінесің. Неге? Әркім мен сияқты жауапкершілікпен қарамайды деген сұрақ туады. Ал оны бірінші күннен бастап делегирование дейді ғой, әркімнің өзінің міндетін, өзінің жауапкершілігін өз қолына ұстату керек. Сетевой бизнестағы наставник ол ана емес, балабақшаның тәрбиешісі емес, бұл жерде серіктеспіз, тең құқылы серіктестерміз. Сондықтан да осы 3 қателікті жібермеңіздер. Қазір енді сол тәжірибелерден өткеннен кейін мен қазір былай ойлаймын. Мен одан да жаңағы регион бойынша логистикасын жасап қойған, складын жасап қойған, офисын ашып қойған, сол товардан қаншама адамдар отзыв алып жатқан, сондай компанияда жұмыс істегенім тиімді екеніне көзім жетті. Сіз жаңағы мен жасаған қателіктердің қайсысын жасап жүрсіз? Маған кері байланыс беріп кетсеңіз, пайдалы болғаныма қуаныштымын. Рахмет.